арқалан, сенде бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалам. Қайрат пен ақыл жол табар, қашқанға да қуанға, әділет шапқат кімде бар, сол жарасар туғанға. Бастапқы екеу соңғысыз, біте қалса қазаққа, алдым жалын артым мұз, барар едім қай жаққа. Ой, бәрекелді болған. Ең досыңыз азамат болды көреді. Тәуелсіздігіміз баянды болсын. Ата, бұл не? Мұнда не үшін келді? Әй балам, бұл елдігіміздің белгісі, азаттығымыздың анықтамасы, тұғырлы тәуелсіздік монументі. Ата, тәуелсіздік деген не? Тәуелсіздік ата-бабамыздың асқақ арманы, біздің баға жетпес байлығымыз. Тәуелсіз елдің көк аспанда желбіреген көк байрағы, өр рухты көтеретін асқақ әнұраны, елдігінің белгісі елтаңбасы болады балам. Биыл біздің тәуелсіздігімізге 30 жыл толды. Ата, сонда 30 жыл бұрын не болды? Ай балам ай, онда мен саған басынан бастап баяндайын. Осыдан 556 жыл бұрын Керей мен Жәнібек сұлтандар қазақ хандығын құрды. Алтай мен Атыраудың арасындағы ұлан-ғайыр ұлы дала, көшпенді қазақ жұртының бағзыдан бергі ірге тепкен ата қонысы. Ертіс пен Еділдің, Арқа мен Алатаудың арасы қазақтың қасиетті туған өлкесі. Әгәрәки, кімде-кім осынау жерімізге көз алартып, шырқымызды бұзар болса, өз қанына өзін тұншықтырарымызды біліп қойған абзал. Төсекте басымыз қосылмаса да, төскейде малымыз қосылған. Қай көршіге де айтарымыз осы. Дос болғанға құшақ ашып туыспыз, қас қылғанға қиып түсер қылышпыз. Есеге Жәнібек сұлтан мен бастаған хандық. Қазақ жерінің сұрғайыр мекені, ұлан-ғайыр қазақ даласы. Істегеннің аузында, ұстағанның қолында кетпесіндер. Ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен 450 жыл билік жүргізді. Ата, сонда 450 жылдан кейін не болды? Ей балам, 450 жылдан кейін кеңес өкіметі орнады. Қазақ даласына жаңа өкімет орнады. Қазақтың көрерлі әулеті, ашаршылығы, барлық зұлматы, қайғы қасіреттері осы тұста басталды. Одақтың солақай саясаты, ұлттық сананы және сөз бостандығын бейішінде таптауға тырысты. Десек те, ол қазақ зиялыларының сағын сындыра алмады. Қазақ-ау, түзуің, бірігіп халықтың қан өлетін кез келген жоқ па? Алыспаған, жұлыспаған бостандық атына мінбейді, оғалап босамайды. Ерін құлдықтан, әйелін күндіктен айырылмайды, малына да басына да ие болмайды. Қазақтың оқыған жастары қазаққа осы кезде қызмет істемегенде қашан қызмет істейміз? Бірлікті істетуге шорқақ жұртым, табылса оңай олжа ортақ жұртым, үрейлі қара қарға шуылдасқан, секілді қара қарға шуылдасқан, үрейлі қоян жүрек қорқақ жұртым. Білмейсің жөніңменен терісіңді, ел болып істетпейсің келісімді. Үміт қып бәйгатындай талай қосып, байқадық шабыс түгіл желісіңді. Жөн айтар жұртшылыққа адам болса, қолың ала шығасың керісіңді.
Бытырақ бет-бетіңе жөнелгенде көрдік қой жайылатын өрісіңді. Өз-өзіңе келгенде мықтақсыңдар, қайтейін өзге десе көнгішіңді. Сияқты сынық бұтақ төмендесең, кім жылмас оңайдағы жемісіңді. Асау өзі барқада, жүген құрық тимеген, матау көрмей ержігіт жасынан ноқта сүйреген, бостандық кеңдік еркіндік, басқаны жан сүймеген, бұғалы салса ұстауға жасынан тулап жүреген, өміріндей жауыздың кетіп адам сәніміз, арыстандай жаралы, қайнады тулап қанымыз. Ешкім іштен батыр болып туылмайды. Батырлық та мінез секілді өскен орта, көрген тәрбиеге байланысты қалыптасады. Батырлық тәуекелдің ақылдың есебінен шығуға тиіс. Тәуекел кейде ақылды да ақтап болады, ал ақылсыз тәуекелді ештеңеде ақтап алмайды. Отан үшін отқа түс, күймейсің, арың үшін алыссаң, өлмейсің. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты, мен жастарға сенемін. Көздерінде от ойнар, сөздерінде жалын бар, жаннан қымбат олар бар. Мен жастарға сенемін. Жас қырандар балапан, жайып қанат ұмтылған, көздегені көк аспан. Мен жастарға сенемін. Алаш айбынды ұрпағы, қасиетті Құраны, алаштың олар құрбаны. Мен жастарға сенемін. Мен сенемін жастарға, алаш атты аспанға, шығарар олар бір таңда. Мен жастарға сенемін. Ата, судан кейін не болды? Содан кейін кешегі алаштың зиялы ақын жазушыларының, ержүрек батырларының еткен еңбектері мен ерліктерінің арқасында осы күнге жеттік балам. Ата бабамыздың асқақ арманы орындалып, тәуелсіздігімізді алдық. Кешегі мағжан айтқан жастар бүгінгі тұғырлы тәуелсіздігіміздің тірегі. Сен де солардың қатарына қосыласың балам. Тәуелсіз елдің ұрпақтарын жарқын болашаққа жетелеу мақсатында ұстазды ұлы күрес жолына түстім. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Бұл мамандықты таңдаудағы мақсатым Қазақстан халқының денсаулығын сақтау. Бұл менің тәуелсіз елдің өркендеуіне қосқан үлесім. Осынан келген төтенше жағдайларға төтеп беру үшін түн ұйқымды 4 бөлемін. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған қол болмайды. Қоғамның тыныштығы мен тәртібі бұл менің тәуелсіз елдің өркендеуіне қосқан үлесім. Еліміздің қорғаныс қабілетін қамтамасыз ету, сыртқы қауіп-қатерден сақтау, бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Жаңа Қазақстанның басты талабы ақпараттандыру саласын дамыту. Жаһандану дәуірінде қара жаяу қалмас үшін мен осы мамандықты таңдадым. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Біз халықтың жаны тануды кілді. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші. Мен аудармашы мамандығын таңдадым. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Білімді болу үшін оқу керек, күшті болу үшін бірлік керек, бай болу үшін кәсіп керек. Осы керектінің жолында жұмыс жасау керек деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, ел экономикасын көтеру мақсатында кәсіпкер атандым. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Әлемдік аренада тәуелсіздігіміздің символы, көк байрағымызды көкке желбірету мақсатында спорт саласын таңдадым. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім.
Қасым ханның қасқа жолы, Есім ханның ескі жолы, әз тәукенің жеті жарғысының заңды жалғасы, Қазақстан Республикасының атазаң талаптарының орындалуы басты мақсатым. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Қазақ халқы ежелден-ақ сәулет өнерімен талайды таңғалдырып таңдайландырған Нұр-Сұлтан қаласының өркендеп әлемдік деңгейге өсуі бұл тәуелсіздік еңбегі. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Тәуелсіз Қазақстанды жағымды жаңалықтармен қуанту мақсатында журналист мамандығын таңдадым. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанымның өркендеуіне қосқан үлесім. Әлемдік сын-қатерлерді төтеп беруде жаңа технологияның енгізілуі аса маңызды. Осы тұрғыдағы ғалымдарға артылған жауапкершілік жүгі өте ауыр. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Өнер халықтың асыл қазынасы, өнер ұлттық болмысымыздың айқын діңгегі. Мен де өз өнеріммен елімді әлемге танытамын. Бұл менің тәуелсіз Қазақстанның өркендеуіне қосқан үлесім. Бұл біздің отанымыз, бұл біздің тәуелсіз Қазақстан. Тойында еліміздің көңіл дасқан, сенім менен үміттің жолын қосқан, берекең тарқамасын дархан қазақ, қонағына қолында барын шашқан. Егемендік арқасы мұның бәрі, бір аулап болашаққа жолын ашқан. Исатай махамбеттер өткен кеше, еркіндіктің ақ жолы табылмастан. Арманда кеткен алаш арыстары, бостандықтың сағаты соғылмастан. Кім білсін, тәуелсіздік алмағанда, арылмай өтермеді сорынбастан. Тәуелсіздік қазақтың төл құжаты, тәңірім мәңгілікке бөрін басқан. Егемен еліміз өзінің тәуелсіздігін жариялағанда шыр етіп дүниеге келген сәбилер бүгінде орда бұзар орында. Олай болса, тәуелсіздіктің құрдастарын сахна төріне шақырамыз.
арман қып, бұдауында бұғалғандық бас келдің. Бабаларымыз басын тігіп бәйгеге, аналардың жанарына жас бердің. Уай еркіндік, қош келдің! Қамқор болған, сансыздыққа туысқан, ақын халық, батыр халық туыстарым. Қазыналы ел байлықтың мекені, жаса жайна, Қазақстан, Гүлстан. Екен болған, сансыз жұртқа достамың, байлығымен тамсандырған достарым, тәуелсіз ел, егеменді еркін ел, жаса! Менің Қазақстаным!